Барлықтарыңызға сәлем. Каналымда сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл видеода мен сіздерге осы шоколад бизнесінде 5 жыл бойы мені ұстап тұрған 5 нәрсе жайлы айтқым келеді. Ең біріншіден, бұл бизнес өте ысырапсыз бизнестің түріне жатады. Себебі бұған дейін мен өзімді кондитерлікте де сынап көрген болатын. Яғни кондитерлікте мен бір заказ жасауға алған сливки мен творожныйын 200 граммнан қалып қойғанда, олар біраз уақыттан кейін өз срогын жоғалтады, яғни бір тәуліктен кейін, и оны мен ысырап қылдырып мусорға лақтыратын. Ал бұл шоколад саласында сіздер бір рет ерткен шоколадты бірнеше рет ертіп, басқа формаларға құйып, басқа наборлар жасауларыңызға болады, және де бір заказ жасағаннан қалған шоколадты қатырып, келесі заказға дейін қолдансаңыздар болады. Яғни бұл ысырапсыз жұмыс, және де шоколадтың сақтау мерзімі де 6 айдан 3 жылға дейін болғандықтан жұмыс жасауға ыңғайлы және де шығынсыз бизнестің түріне жатады. Екіншіден, бұл бизнес, яғни шоколад саласы әрқашанда сұраныста. Жылдар бойы мерекелер болады, ай сайын мереке болады. Және де шоколадты өздеріңіз де білесіздер, ең кішкентай баладан бастап қарт адамдарға дейін жақсы көреді. И ерекше наборлар жасап, әркез сұранысқа ие болатын бизнестің бір түріне жатады. Яғни осы 5 жылда мен заказсыз отырған бір күнімде болған жоқ. Яғни егер де өзіңізді дамытып, ерекше наборлар жасайтын болсаңыздар, жұмыстарыңыз әдемі және дәмді болатын болса, әркез сұраныста боласыздар. Және де үшіншіден, бұл үй жағдайында көп орынды талап етпейтін бизнестің түріне жатады. Яғни бұл жерге бір үлкен бір оборудование алудың қажеті жоқ. Тек қана микроволновка, өзіміз күнделікті өмірде де қолданамыз. Одан кейін пирометр, лопатка силиконовый және ыдысыңыз. Және де формалар, яғни формаларды сіз бір рет алып қойсаңыз, ол формаларды долговечный, яғни сіз кез келген бірнеше рет қолдануыңызға болады. Одан кейін төртінші, бұл тез жасалады, яғни көп уақытты талап етпейді. Бір набор жасауға, мысалға мен қатыруды санамағанда минимум 20 минут, максимум 40 минут уақытым кетеді. Яғни бұл жерде сіз бір наборды жасауға күн бойы таңнан кешке дейін оны қатырып алып шығып, қайтадан бірдемесін жауып, оны салып, декорын жасап жүрмейсіз. Яғни бір наборға шамамен сондай бір жарты сағаттық уақытыңыз ғана кетеді. Одан кейін бесіншіден, бұл маржасы өте көп бизнес түріне жатады. Себебі мысалы клубника в шоколаде алсақ та, бір клубника в шоколаде ғана сатпайсыз, бір-ақ штук сатпайсыз, мысалы бірнеше штук. Минимально бізде 9 штук клубника, одан кейін максимум 30-50-100 болып кете береді. Яғни сіз бірнеше клубниканың маржасын есептеген кезде бір заказдан сіздер өте жақсы табыс табасыздар. Минимум бір 7-8 мың теңге, максимум кете береді, 20-30 мың теңге маржаға дейін ала аласыздар. Яғни бұл салада осы нақты 5 нәрсенің арқасында мен осы 5 жыл бойы талмай осы шоколад бизнесінде дамып келе жатырмын. Және де сіздерге де айтарым, егер өзіңізді іздеп жүрсеңіз, өзіңізді қай салада өзіңізді сынарыңызды білмей жүрсеңіздер, немен айналысарыңызды білмей жүрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта осы шоколад бизнесінде үй жағдайында қалай табысқа шығуға болатыны жайлы нақты қадамдарды айтатын боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Осы видео егер сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.